Қайырлы күн, құрметті вебинарға қатысушылар. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Біздің вебинарлар легіне жаңадан қосылып жатқан қатысушыларға өзімді тағы бір мәрте таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Окумова Жанар Бейсенғалиқызы. Астана қаласы Асыл Мирас аутизм орталығының оқыту дағдыларын дамыту бағдарламасының клиникалық педагогы болып табыламын. Құрметті қатысушылар, мен анық көрініп, жақсы естіліп тұрмын ба сіздерге? Чатқа қосу таңбасын жазсаңыздар, жіберсеңіздер болады, мен содан білетін боламын. Жақсы анық көрініп, жақсы естіліп тұрма менің дауысым сіздерге. Егер жақсы, тамаша, егер экрандағы менің бейнем сіздерге кедергі келтіретін болса, курсивті кез келген жаққа жылжытсаңыздар болады. Сонымен қатар, егер дыбыс бәсең болатын болса, компьютердегі сілтемемен жүріп, дыбысын ұлғайтуға болатындығын айта кеткім келеді. Құрметті қатысушылар, вебинарды бастамас бұрын сіздерге айта кеткім келеді. Маған кедергі болмасы үшін өздеріңізде көрсетілген микрофонның дауысын өшірулеріңізді өтініп сұраймын. Себебі ол маған және сіздерге кедергі келтіруі мүмкін. Анық көрініп жақсы естілсем, қосу таңбасын чатқа жіберсеңіздер болады. Қосылып жатқандар бар бізде. Алғыс білдіремін. Қатысушыларымыз қосылуда әлі де. Құрметті қатысушылар, арасында сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын. Чатқа жолдасаңыздар болады. Егер чатқа сұрақ жолдап үлгермесеңіздер, ертеңгі сағат 15:00-ге дейін экранда көрсетілген менің электронды поштама жолдасаңыздар болады. Туындап жатқан сұрақтарыңыз болса, вебинар жайында келіп түскен сұрақтарға мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізде қатысушылар қосылып жатыр. Көп рахмет. Құрметті қатысушылар, олай болса вебинарымызды бастайық. Бүгін біз сіздермен бастапқы сөздік және оқыту дағдыларын қалыптастыруға арналған кезекті вебинарымызды ұсынғалы отырмыз. Нақтырақ айтсақ, аутистік спектрінің бұзылысы бар балаларда визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыру жайында толық мағлұмат беретін боламыз. Бүгінгі вебинарымыздың жоспарында қарастырылатын кезекті сұрақтармен таныстыра кетейін сіздерді. Яғни қабылдау дегеніміз не? Соған тоқталатын боламыз. Және де аутистік спектрінің бұзылысы бар баланың визуалдық қабылдау дағдысының ерекшеліктерін қарастыратын боламыз. Визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыру тәсілдеріне тоқтала кетеміз. Баладағы визуалды қабылдау дағдыларын дамытуды жетілдіруге тоқталамыз. Және де сіздерге жалпы ұсыныстар берілетін болады. Алдымен сіздермен қабылдау дегеніміз не? Соны түсініп алайық. Қабылдау бұл қоршаған ортадан сезім мүшелері арқылы келіп түскен ақпаратты қабылдау және талдау. Біз 5 сезім мүшесінің бар екендігін білеміз. Яғни олар құлақ, есту, яғни құлақ арқылы, тіл, дәм сезу, мұрын, иіс сезу, тері арқылы біз ауырсынуды, сипап сезу арқылы температураны сезіп жатамыз. Және де 5-ші сезім мүшесі ол көз, яғни көз арқылы көреміз. Дүниеге келісімен баланың айналасын түрлі дыбыстар қоршайды. Яғни адамдардың
адамдардың, теледидардың дауысы, телефонның қоңырауы, сағат тілінің немесе кір жуғыш машинаның дауысы, көліктің дыбысын баланы қоршап отырады. Түрлі дыбыстар. Жаңа дыбысты естіген бала оның қайдан шығып жатқанын түсінуге тырысады. Балаға дыбыстарды есту аса маңызды, яғни қажет. Себебі дыбыстарды ести отырып қана ол өзі сол дыбыстарды айтуды үйренеді бала. Уақыт өте келе бала кейбір дыбыстар сөйлеуге жатпайтындығын түсінетін болады, ұғынады. Ал тілге келетін болсақ, баланың ең сезімтал мүшесі бұл ауызы. Сондықтан бала барлық затты аузына салуға құмар болады. Тіл арқылы дәм айырады, температураны білетін боламыз. Яғни біз тіл арқылы, дәм сезу арқылы тәттіні ащыдан, тұздыны қышқылдан, суықты, ыстықты айырмашылығын білеміз. Ыстықтың ыстық, суықтың суық екенін. Келесі біздің сезім мүшеміздің бірі ол мұрын, иіс сезу. Яғни иіс сезу мүшесі мұрын болып табылғандықтан, осы мүшеміз арқылы біз жағымды, жағымсыз иістерді бір-бірінен айыра аламыз. Бала үшін жағымды иіс бұл жағдайда ол анасының немесе анасының өзіне сепкен иіс суының иісі болуы мүмкін. Сонымен қатар балаға анасының пісірген тәтті тоқашының иісі ұнауы мүмкін. Жаңа піскен нанның иісі деген сияқты. Ал жағымсыз иіс, яғни сырдың иісі, түтіннің немесе бір өткір иістер балаға ұнамауы мүмкін. Келесі сезім мүшесінің бірі ол тері. Сипап сезу, яғни тактильді сезу дейді. Негізгі сезу мүшелерінің бірі болып табылады. Бұл жанасу арқылы сезу болып табылады. Сипап сезу арқылы біз неден жасалғанын, заттың, яғни үлкен кішілігін, тегіс немесе бұдырлығын, ыстық және суықтығын ажырата білетін боламыз. Ал енді бесінші сезім мүшесі ол көз, көру. Көру бұл біз үшін әлемді қабылдауда ең маңызды екендігі сөзсіз. Көз арқылы біз қоршаған заттарды көреміз және қабылдаймыз. Дәл осы көру арқылы қоршаған орта туралы ақпараттың ең көп бөлігін алатын боламыз. Бізді айналамызда қоршаған орта туралы. Көру және қоршаған заттарды пайдалану, әлемді түсіну арасындағы нақты ол өзара байланыс бар арасында. Көру арқылы бала кеңістіктің қалай орналасқанын, өзінің кеңістіктегі орнын ұғына отырып, әрекет жасауға үйренеді бала бұл жағдайда. Мысалы, егер бала өзінің құлап қалатынын сезінсе, ұсталынып, өзін құлап қалудан сақтап қалады. Яғни, осы мысалдан бала бейсана күйде, бірақ тәжірибелік тұрғыда горизонталды беткей ұғымын түсінетіндігін аңғара бастаймыз біз баланың, аңғара аламыз осы жағдайда. Сонымен қатар бала көру арқылы алынған тәжірибесін адамдармен қарым-қатынас жасауда пайдаланады. Яғни көздік қарым-қатынас, ымышара деген сияқты. Көру арқылы бала әр зат туралы тұтас бейне ғана ала алады. Ал зат бұл визуалды қабылдаудың ең қарапайым және түсінікті түрі, деңгейі. Мысалы, балаға су мен чипстерді көрсетсек, өздеріңіз көріп отырғандай, ол бірден судың ішуге, ал чипстің жеуге болатындығын түсінеді көру арқылы. Тағы да сіздерге
түсінікті болу үшін бірнеше мысалдар айтып өтейін. Кейбір балалар алманың суреттегі көрінісін көре алмайды, бірақ бала оның, яғни алманың тұтас бейнесін ғана қабылдайды. Кейінірек бала көру арқылы алған ақпаратын ересектермен қарым-қатынаста пайдаланады. Яғни алманың өзін ғана көруі мүмкін, алманың өзін көрмеуі мүмкін, бірақ тұтас бір бейнесін қабылдауы мүмкін, тұрған бейнесін. Егер балаға қажет ойыншық басқа бөлмеде болса, ол ересектен оны әкеліп беруін өтінуі мүмкін. Осылайша көрген затын, осылайша визуалды қабылдау барлық 5 сезім мүшесінің бірігуінің арқасында қоршаған әлемнің тұтас бір бейнесін қабылдай алу болып табылады. Ал енді сіздермен жоспарымыздың екінші сұрағына да келіп жеттік. Яғни аутистік спектрінің бұзылысы бар балалардың визуалды қабылдау дағдысының ерекшеліктеріне тоқтала кететін боламыз. Сезім мүшелері арқылы келген ақпаратты өңдей алмау нәтижесінде көрнекі қабылдаудың бұзылуы оқу мен мінез-құлықтағы мәселелердің басым бөлігіне әкеліп соғады. Аутистік спектрінің бұзылысы бар балаларда көрнекі қабылдау мәселесі әртүрлі. Енді біз сіздермен сол аутистік спектрінің бұзылысы бар балаларда визуалды қабылдауға байланысты болатын мәселелерге нақтырақ анық тоқтала кететін боламыз. Яғни аутизм кезінде қабылдаудың тұтастығы бұзылады. Яғни бала жеке бөліктерден бір тұтас дүниені құрай алмайды. Қабылдау фрагменті болғандықтан бала жалпы суретке зейінін тұрақтата алмайды. Мұндай мәселе қарапайым пазл жинау кезінде туындауы мүмкін. Яғни бала пазлды өзін қандай бейне екенін, сурет екенін көрмесе де, оның жаңағы кіргізетін кіріктіргішіне ғана кіргізу керек екенін ғана қабылдауы мүмкін. Мұнда бала жалпы тұтас суретке емес, жетіспей тұрған бөліктің, жаңа мен айтып өткендей, ойығына ғана назар аударуы мүмкін. Тағы да бір мәселе, суреттің немесе заттың жекелеген бөліктеріне аса көп көңіл аудару болып табылады. Бала суретке зейін қойып қараса да, тапсырманы орындай алмай отырғанын көреміз көп жағдайда. Яғни бала жекелеген тұтас бір бейнені қабылдамай, әрбір жеке бөліктеріне қарауы мүмкін заттың, берілген суреттің немесе. Аутистік спектрінің бұзылысы бар балаларда жиі зейінін аударуда қиыншылықтар көбірек туады. Яғни балалар зейінін бір заттан екіншіге аударуға, екінші затқа аударуға қиындыққа түседі. Бұл өз кезегінде оқыту процесін қиындататын болады. Және де аутистік спектрінің бұзылысы бар балаларда контекстке байланысты көру арқылы қабылдау қиындықтарын бастан кешуде, яғни балалар суреттің тікелей мағынасын түсінбей жатады. Сонымен қатар балалар кеңістікте бағдарлануын қиындауынан байқауға болады. Кейбір балаларда көру арқылы қабылдаудың бұзылыстары күрделі. Кей балада жеңіл түрде болуы мүмкін. Мысалы, көру арқылы қабылдаудың бұзылыс деңгейі баланың жалпы даму деңгейі мен аутизмнің ауырлығына тәуелді болып келеді бұл жағдайда. Бірақ осы мәселелерге, яғни кеңістікті игере алмауда, заттың жеке бөліктерін мұқият қарауында, баланың суретті тұтас қабылдай алмауында, суреттің мағынасын түсінбеген жағдайда, осы мәселелерге қарамастан, аутистік спектрінің бұзылысы бар балалар үшін белгілі тәсілдерді қолдана отырып, визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыруға болатындығын сіздерге айтқым келеді. Яғни
Біз сіздермен қазір осы тәсілдерді вебинарымыздың 3-ші сұрағында қарастыратын боламыз. Визуалды қабылдау дағдыларын қалыптастыру жолдары. Визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыру үшін оны белгілі бір реттілікпен жүргізген қажет. Яғни олар біріншіде сәйкестендіру және екіншіде сұрыптау. Визуалды қабылдау дағдыларын қалай қалыптастыруға болады? Өздеріңіз көріп отырғандай, мүмкін үйлеріңізде, балаларыңыздың ойыншығының арасында қарапайым, өздеріңіз көріп отырғандай, жиегі бар кіріктіргіш ойыншықтар, мысалы үшін кей жағдайда тұтас пазл деп айтсақ та дұрыс болады. Осындай ойыншықтар кездесіп жатар. Бар шығар. Балаға осы ойыншықты ұсынып көріңіз. Егер балаға бір бөлікті берсек, ол оның тиісті орнын дәл тауып сәйкестендіре ала ма? Соны байқаңыз. Ал енді сіздерге осы жиегі бар кіріктіргішті, яғни визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыруда баланың қалай дұрыс қолдану керектігін, қалай нұсқау дұрыс беру керектігі жайында мен сіздерге қысқаша видео көрсететін боламын. Сол видео көріністі қарап тамашалаңыздар, кейін талқылайтын боламыз. Сіздерге чатқа видеоның сілтемесі жіберілді. Сілтеме арқылы өтіп, көрсеңіздер болады. Көріп тамашаласаңыздар, сіздерге видеоны талқылайық онда. Сіздерге видеода көргендей ересек жина деп айтып, жестік көмек қолданды. Осы жағдайда. Бұл жерде баланың жауабы, яғни кіріктіргіш пазлды сәйкестендіріп, бала тиісті орнына қойды. Артынан салдары, яғни ересек баланы мадақтады, 5 бер деп. Міндетті түрде баланы дұрыс істеген жауабы үшін мадақтап отырған дұрыс болады. Келесі тапсырма үй, өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда бала пішінді тиісті сәйкес орнына салады. Яғни пішініне қарап, сәйкестендіріп орнына салады. Неше түрлі пішінді ойыншықтардың түрі сан алуан. Олар ағаштан жасалған, пластмассадан жасалған, жұмсақ материалдан, шүберектен жасалған. Мұндай ойыншықтарды таңдау кезінде не нәрсеге мән берген жөн? Бөлшектер мен пішіні мен санына назар аударған абзал. Балаңыз жасы кіші болса, бөлшектер саны аз және қарапайым болған дұрыс ойыншықтың. Ал баланың жасы үлкендеу болса, балаға пішіндерді күрделірек түрін таңдап алып, бірнеше бөліктерден таңдап алуға болады. Техникалық ақаулар болып тұр. Біз визуалды қабылдауды қалыптастыруды жалғастырамыз. Яғни, келесі кезекте өздеріңіз көріп отырғандай, балаға үлгіге қарап берілген бірдей заттарды, яғни объектілерді, өздеріңіз көріп отырғандай, қоюды үйретеміз. Яғни затты сол бірдей затпен тауып қою.
Бұл жағдайда тапсырманың мақсаты бала үш бірдей қатар тұрған заттың екіншісін дәл тауып алу мүмкіндігіне ие болады бұл кезде. Бұл дағдыны қалыптастыру үшін келесі тапсырмаларды орындау қажет. Яғни балаға бірдей затты табуды ұсыну керек, ненің сәйкес келмейтіндігін көрсету керек, бірдей екі суретті салыстыру, бірдей екі заттың айырмашылығын таба білуі қажет. Сіздерге тағы да түсінікті болу үшін бірнеше видео көріністер бар. Келесі кезекті видео көрініске берейін. Біздің екінші видео көрініс сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады. Құрметті қатысушылар, егер де видеоны көрген болсаңыздар, тамашалаған болсаңыздар, сіздермен талқылайық сол видеоны. Бұл жағдайда ересектің нұсқауы осындаймен қой деп беріледі. Нұсқауды нақты әрі бір рет айтасыз. Бұл жағдайда баланың жауабы бала үлгіге қарап бірдей зайыптарды сәйкестендірді. Салдары, яғни сіз баланы жарайсың деп мадақтайсыз. Мадақтауды ешқашан ұмытпаңыз. Бала жиегі бар кіріктіргішті жинап, дәл сол тиесілі орнына сәйкестендіріп, бірдей ұқсас заттарды, объектілерді тауып үйренгеннен кейін, келесі кезекте біз балаға затты дәл сол заттың суретіне сәйкестендіріп қоюға үйретеміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, заттар баланың күнделікті күн сайын көріп жүрген өмірінен алып қолдану керек, таңдалуы керек. Баланың күнделікті көріп жүрген. Сіздерге тағы да видео сілтеме жіберемін. Егер тамашалап болған болатын болсаңыздар, сіздерге түсіндіре кетейін тағы да. Ересек бұл жерде қойылған зат, баланың алдына қойылған заттарға айтады. Итке қой. Бала үлгіге қарап, затты суретпен сәйкестендіреді. Артынан салдары ересек баланы мадақтайды, жарайсың деп. Байқап отырған шығарсыздар, тапсырма қарапайым жиегі бар кіріктіргіштерден басталып, күрделеніп келе жатыр. Келесі тапсырма бірдей суреттерді сәйкестендіру болып табылады. Мағынасы бұл жағдайда суреттер қандай болған дұрыс? Балаға берілетін тапсырмада мағынасы түсінікті және анық суреттерді таңдап алу керек. Яғни суреттер әр түрлі немесе түсі тым жарқын болмауы тиіс. Бала бірдей суреттерді қатардағы екі суретпен сәйкестендіреді. Біздің жағдайда бұл өздеріңіз көріп отырғандай машинамен үй алынған. Сіздерге қайрадан видео көрініс жіберемін. Бұл тапсырманы қалай орындаған дұрыс болатыны жайында.
Бұл бізде 4-ші видео. Сілтемені чатқа жібердім. Сілтеме арқылы өтіп тамашалансаңыздар болады. Тапсырманың дұрыс орындалу жолдарына жақсылап мән беріңіздер. Нұсқаулық қалай берілетіні жайында, қалай дұрыс айтылу керек, қалай дұрыс берілу керек жайына да мән бергендеріңіз дұрыс болады. Көріп тамашалап болсаңыздар, сіздерге тағы да айта кетейін. Ересек осындайға қой деп нұсқаулық береді. Бала үлгіге қарап бірдей суреттерді сәйкестендіреді. Жарайсың деп соңынан баланы мадақтаймыз. Бала екі бөліктен тұратын пазлды жинап үйренгеннен кейін визуалды қабылдау дағдысын дамытуда тапсырманы одан әрі қиындатамыз, күрделендіреміз. Оқыту кезінде бала тұтас бір бейнені қабылдай алу үшін жеңілден бастап күрделіге өтуді ұмытпағаныңыз жөн. Яғни жеңілден бастайсыз, бірте-бірте балаға берілетін тапсырманы күрделендіріп отыратын боламыз. Екі бөлшектен тұратын пазлды қалай жинау керектігі жайында тағы да сіздерге видео сілтеме жіберемін. Бұл бізде 5-ші видео. Тамашалауға рұқсат. Егер үлгерген болсаңыздар, сіздерге оқыту бойынша нұсқаулық қалай берілетіні жайында айтып өтейін тағы да. Бұл жерде ересек балаға жина деп екі бөліктен тұратын пазлды ұсынды. Бала пазлдарды жинай бастайды. Осы кезде балаға көмек көрсетілді ересек қатарынан. Яғни ересек балаға толық физикалық көмекті қолданды осы жағдайда. Соңынан бала жинағаннан кейін пазлдарды атайды. Ересек, сен дұрыс жинадың, бұл машина, сен дұрыс жинадың, бұл апельсин деп артынан баланы мадақтайды. Сондай-ақ рамкасы бар, яғни жиегі бар деп айтып жатамыз, жақтауы бар деп айтуға болады. Рамкасы бар пазлды жинауды да екі бөліктен бастаған дұрыс болады. Бала екі бөліктен жинап үйренгеннен кейін бөліктер қосыла бастайды. 3, 4, 5, одан әрі күрделене бастайды. Және де, яғни тапсырманы күрделендіреміз. Бірнеше бөліктен тұратын пазлдарды жинатамыз. Ал жалпы жиегі бар пазлды да екі бөліктен бастап жинатқан дұрыс болады. Бұл жағдайда бұл бізде 6-шы видео. Сіздерге тағы да түсінікті болу үшін сілтеме жіберейін. Егер тамашалап болсаңыздар, бұл жерде де ересек жина деп нұсқау береді. Бала үлгіге қарап пазлды жинай бастайды. Егер де балаға қиындық туып жатқан жағдай болса, балаға ересек біздің жағдайда толық физикалық көмек қолданды.
артынан балаға дұрыс жинадың деп жинаған пазлын ересек атайды. Бұл иіт деп артынан баланы мадақтады. Құрметті тыңдаушылар, қатысушылар, көмекті қолдана отырып, сіз ұмытпағаныңыз жөн, толық физикалықтан бастап біз көмек көрсетуді азайтамыз. Яғни толық физикалықтан бастап, одан кейін жартылай физикалық көмек, одан кейін жесттік, мысалы үшін вербалды деп айтып жатамыз, жартылай вербалды деп. Яғни толықтан бастап көмекті біз азайта бастаймыз, көмектің түрлерін. Әрі қарай вебинарымызды жалғастырайық. Келесі тапсырма балаға қиылған бөліктерді бір-біріне қосу арқылы толық суретті құрастыруға арналған. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл мысалда біз 7 бөліктен тұратын мысық берілген, көрсетілген. Суретке назар аударыңыз. Бөліктерге бөлінген кескіндерді көріп отырмыз. Егер балаға суретті бөліктермен берсек, бала кесілген кескіндерді бұған дейін жинамаған болса, ол бұл тапсырманы өз бетінше орындай алмайды. Және керісінше, егер ол бөлек суреттерді жинау тәжірибесі болса балада, онда балаға бұл тапсырманы орындау жеңіл. Яғни, мысал үшін қатысушылар баланы үйде отырып оқытқан кезде, осы бір мысалға, осы мысықты алатын болсақ, мысықты тұтас суретті екіге ғана бөліп, балаға қосуды үйретесіз. Дәл осы суретті бала 2 бөліктен қосып үйренкеннен кейін, дәл сол суретті 3 бөлікке бөліп үйретсеңіз болады, қосуды, суретті тұтас бейнені шығару үшін. Одан кейін оны 4 бөлікке, 5 бөлікке, сөйтіп 7 бөлік, 8 бөлікке дейін ұсақ, бізде пазлдар болады ғой, бірнеше бөліктен тұратын. Соған дейін осы балада жинау дағдысы қалыптасқаннан кейін бірнеше көп бөліктерге бөліп, дәл осы суретті жинап үйретуіңізге болады. Осылайша балаға көрнекі бөліктерден тапсырманы орындаудан бұрын, бала тапсырманы орындауға қабілеті жететінін анықтап алу керек. Сондай-ақ бала күнделікті өмірде көріп, атап, ажырата алатын суретті берген дұрыс балаға. Бала пазлдарды кіріктіргіштерге орналастыруды, бірдей заттарды тауып қоюды, пішіндерді ұяшықтарға кіргізуді, заттарды суреттерді дәл сондай суреттерге сәйкестендіруді үйренгеннен кейін, 2 бөліктен бастап бірнеше бөліктерден тұратын пазлдарды жинап үйренген кезде біз тапсырманы қиындатамыз. Берілген үлгіге, мысал үшін өздеріңіз көріп отырғандай, әртүрлі пішіндерді тауып, орналастыру арқылы визуалды қабылдау дағдысын одан әрі дамытатын боламыз. Бұл тапсырма қалай орындалады? Мен сіздерге видео сілтеме жіберемін тағы да. Орындалу ретін көріңіздер. Сілтемені жібердім, сілтеме арқылы етіп тамашалаңыздар. Тамашалап болсаңыздар, видеоны талқылайық. Бұл жағдайда ересек балаға осындайға қой деп нұсқаулық берілді. Баланың жауабы үлгіге қарап, заттарды сәйкестендіріп, жинап шықты, пішіндерге қарап. Салдары ересек балаға сен дұрыс қойдың, 5 бер, жарайсың, тамаша деп мадақтап, баланы мадақтады жасаған тапсырмасы үшін. Құрметті қатысушылар, маңызды жайт сіздерге. Кез келген дағдыны үйреткенде,
оңай тапсырмалардан бастап біртіндеп қиындатқан жөн болады. Осылайша визуалды қабылдау ақпаратты сезім мүшелері арқылы қабылдап талдау болып табылады. Келесі саты біздің ол сұрыптау дағдыларын қалыптастыру балада. Баланың алдына түрлі түсті парақтар береміз. Бала пішіні, түсі мен көлемі бойынша заттарды сұрыптауға кіріседі. Сіздерге балаға бірнеше тапсырмалар беруге болады. Сол тапсырмалармен сіздерді таныстыра кетейін, айта кетейін. Бұл тапсырма түсі бойынша ажырату деп аталады. Бұл тапсырманың мақсаты визуалды қабылдауды жақсарту және балаға түстер бойынша сұрыптауды үйрету. Баланың алдына түстерді салуға арналған бірнеше контейнерлерді қоясыз. Балаға шариктерді сәйкесінше түстері бойынша сұрыптауды бірлеп ересек адам өзі көрсетеді. Кейін балаға сол шариктерді тиісті контейнерге салуға көмектесесіз. Сосын балаға тапсырманы өзі орындауға мүмкіндік беріңіз. Қажет болған жағдайда ғана балаға көмектесесіз. Бала дұрыс орындамайынша тапсырманы қайталағаныңыз жөн болады. Бірдей емес суреттерді сұрыптау. Алғашқы рет балаға үйрете бастаған кезде бірдей жануарларды, мысалы мысықтарды, иттермен сұрыптауға болмайды. Әртүрлі суреттерді таңдау керек. Мысалы үшін тірі жанмен өлі затты таңдаған дұрыс болады. Екі түрлі суреттердің, мысалға бұл жағдай доптар мен мысықтар әртүрлі бейнелері берілген. Осы суреттердің жиынтығын ұсынған кезде бала әртүрлі доптарды бір бағанға жинайды, ал мысықтарды бір бағанға жинауы қажет. Бұл тапсырма қалай орындалады? Сол жайында мен сіздерге видео сілтеме жіберемін. Сол сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Көріп тамашалаған болсаңыздар, оқыту бойынша берілетін нұсқаулық жайында айтып өтейін. Бұл жерде ересек алғашқыда доп, мысық деп екі суретті қояды. Балаға үлгі ретінде артынан мысыққа қой, допқа қой деп кезекпен суреттерді ұсынатын болады балаға. Ал бала сол үлгіге қарап бірдей емес суреттерді сұрыптайды. Дұрыс жауап үшін ересек баланы мадақтайды. Категория бойынша сұрыптау. Ересек екі категорияға, яғни жануарларға жылқы мен киімдерге жейдені қойып, бір-бірден дұрыс жинаудың үлгісін көрсетеді балаға. Әрі қарай бала жануарлардың жануарлармен, ал киімдерді киімдермен сәйкесінше жинауы қажет. Категория бойынша сұрыптау жайында сіздерге видео сілтеме жіберетін боламын. Тапсырманың дұрыс орындалу жолдарын осы видео арқылы көрсеңіздер болады. Бұл жағдайда, яғни категория бойынша сұрыптауда, ересек балаға мен айтып өткендей, киім, жануар деп үлгі бойынша
үлгі бойынша қойып береді екі суретті. Кейін жануарға қой, киімге қой деп нұсқаулық береді. Біздің жағдайда бала шатасқан кезде педагог дер кезінде балаға көмек көрсетті. Жартылай физикалық көмек берілді. Бала үлгіге қарап категория бойынша суреттерді сұрыптап шықты, артынан ересек мадақтады. Жоспарымыздың 4-ші сұрағына да келіп жеттік. Визуалды қабылдау дағдысын дамытуды жетілдіру. Визуалды қабылдау дағдысын дамытуды жетілдіру кезінде балаға логикалық тапсырмалар, ойындар беретін боламыз. Бірақ балаға логикалық ойлауға тапсырмаларды бермес бұрын визуалды назарын жақсартып, визуалды есте сақтау қабілетін жақсарту керек, және заттарды ажырату дағдысына бала ие бола алуы қажет. Яғни дағдысын қалыптастыру қажет. Мысалыға, тапсырманы бұл жағдайда екі түстен бастаймыз. Ересек балаға жасыл кубик, сары кубик деп айтып, келесі қандай деп нұсқау береді. Баланың міндеті үлгіні жалғастыру түстерімен кезектестіріп. Егер бала тапсырманы ересектің көмегінсіз орындаса, біртіндеп басқа түстерді қосамыз. Яғни екі түске үшінші түс қосылады. Үшінші түсті бала егеріп үш түстен қатарды жалғастырғаннан кейін төртінші түс. Солай түстер бірте-бірте қосыла бастайды. Дәл осы тапсырманы қызыл, сары, немесе тағы да басқа түстер бойынша карточкалармен орындауға да болады. Оқыту барысында ересек баланың қабілетін ескеріп отырып, уақытылы көмек беру қажет. Міндетті түрде ескерген абзал болады. Келесі тапсырма басқа заттар арасынан бірдей қолшатырларды табу. Яғни бұл жағдайда балаға назарын бір заттан басқа затқа аударуды үйрету керек. Ол үшін суретте бір заттың әр түрлі бейнелері беріледі. Бұл жағдайда әр түрлі қолшатырлар берілген. Ересек балаға қолшатырлар бар суретті көрсетеді және ішінен нақты бір қолшатырды табуды сұрайды. Бала үлгіге қарап, берілген нұсқаулыққа байланысты қолшатырларды табуы керек. Бұл жағдайда бала көк түсті қолшатырларды тауып белгілеп шыққан. Яғни біздің визуалды дағдысын қалыптастыру кезінде өздеріңіз көріп отырғандай тапсырмалар күрделеніп келе жатыр. Келесі тапсырма не жоқ деп аталады. Осы ойынды сіздермен талдайық. Тапсырма үшін әртүрлі бірнеше заттарды аласыз. Ересек баланың алдына заттарды бір қатарға қойып атап шығады. Балаға қара, есіңде сақтап ал деп нұсқау беріп, сәл күтіп, заттарды жауып, ішінен бір затты алып тастайды. Сосын балада не жоқ деп сұрап, сол жоқ заттың қайсы екен атауын сұрайды баладан. Бұл тапсырмаға да видео көрнекілік бар, видео көрініс бар. Чатқа жібердім, сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Бүгінгі біздің вебинарда бірнеше видео көріністер ұсынылды.
соңғы біздің видео көрініс бұл. Көріп болсаңыздар, салдайық, иә. Ересек бұл жағдайда баланың алдына заттарды қойды, балаға қара деп заттарды атап шықты. Кейін балаға есіңде сақта деп нұсқау берілді. Кейін ересек қасықты алып тастайды және баладан сұрайды, не жоқ деп. Бала ойланып қасық деп атады бұл жерде. Дұрыс жауап үшін ересек мадақтады. Бізде тапсырмалар күрделеніп келе жатыр. Келесі кезекте ұқсастықтарын табу, яғни берілген сурет бойынша. Осы ойынды сіздермен талдап көрейік. Бұл ойынның мақсаты баланы салыстыруға және ұқсастықтарды көруге үйрету. Бұл жерде бізге қажет зат, бір заттың бейнесі бар, екі суреттер көрсетілген. Ойынды өткізу барысы ересек балаға екі карточканы береді. Олардан баладан бір затты табуды сұрайды. Бала ортақ затты көрсетуге немесе атауға тиіс. Бұл жағдайда біздің өздеріңіз көріп отырғандай жолақты балықтар. Құрметті қатысушылар, баланың қабілетіне байланысты тапсырманы қиындатып, керісінше жеңілдетуге болады. Бұл тапсырмаларды жаңағы баланың даму деңгейінен баланың қабілетіне байланысты беріледі бұл тапсырмалардың барлығы. Келесі тағы бір ойын қарапайым лабиринт ойыны деп аталады. Тапсырма үшін сізге бір жолда лабиринт керек. Ересек балаға лабиринтті береді, содан кейін лабириинттегі жолды басынан аяғына дейін жүріп өтуін сұрайды баладан. Бұл жағдайда қарындашпен немесе бала саусағымен жүруге болады. Бала лабиринттің шетінен сыртқа қарай шығып кетпей, соңына дейін жетуі тиіс. Егер сіздің балаңыз қарапайым лабиринттерді орындай алса, лабиринттерді одан сайын күрделендіруге болады. Бұл жағдайда баланың қабілетін ескерген жөн болады. Тапсырма күрделенген сайын баланың қабілетіне қарай сіз тапсырманы, мысалы үшін осы қарапайым лабиринтті әрі қарай тағы да күрделендіріп, жолы қиын жолдан құралған лабиринттерді ұсынсаңыз болады. Баланың жағдайын, қабілетін ескерген дұрыс болады. Құрметті қатысушылар, визуалды қабылдау дағдысын дамыту, яғни бізге не береді? Балаға не береді? Байланысты орнатуға, яғни қарым-қатынасты, ересекпен, қасындағы балалармен, еліктеу дағдысын дамытуға мүмкіндік береді. Ұсақ моториканы дамытуға, психикалық танымдық процестерді дамытуға өте көптеген мүмкіндіктер береді. Тағы да бір сіздерге айта кететін маңызды нәрсе, баланы ойынға қатыстыру бұл жағдайда. Дұрыс жауаптар үшін марапаттау керек баланы. Әрқашан ұмытпағаныңыз жөн. Бала берілген тапсырманы орындағаннан кейін дұрыс жауап үшін міндетті түрде марапаттаңыз. Ол баланың жейтін тәттісі болуы мүмкін. Сіздің айтқан сөздеріңіз бес-бер, жарайсың, жақсы орындадың, немесе қарапайым сіздің күлгеніңіз, жымиғаныңыз да бала үшін ол марапат болып табылады. Егер балаңыз тапсырманы орындай алмаса, балаға көмек бергеніңіз дұрыс болады. Міндетті түрде баладан дұрыс жауапты алу үшін көмекті дер кезінде бересіз. Көмектер ол өздеріңізге өткен вебинарларда айтылған болатын көмектің түрлері. Толық физикалықтан бастап, бірте-бірте көмекті азайтасыз. Яғни көмекті дер кезінде бергеніңіз дұрыс болады. Және де балада жағымды эмоцияларды қалыптастыру өте маңызды болып табылады.
дұрыс жауап үшін ынталандырыңыз. Сонда келесі жолы сіздің балаңыз сізбен бірге ойнағанды қалайтын болады. Және де қажет болған кезде көмекті пайдалану өте маңызды. Естеріңізде болса, жаңағы мен айтып өткен вебинарларда қатесіз оқыту вебинарында айтылған болатын. Біздің мамандар сіздерге айтқан болатын. Көмекті жаңа қалай және қай жерде дұрыс пайдалану жолдарын. Сондай-ақ визуалды дағдыны мақсатты түрде ғана емес, белгілі бір мақсатқа ғана байланысты емес, табиғи ортада да кездейсоқ әдісті қолдана отырып үйреткен жөн болады. Әдістер жайында да сіздерге өткен вебинарларда біздің мамандар айтып өткен болатын. Құрметті қатысушылар, бүгінгі аутистік спектрінің бұзылысы бар баланың визуалды қабылдау дағдысын қалыптастыру тақырыбы бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жалпы вебинар жайында туындаған сұрақтарыңызды чатқа жолдаңыздар. Қазір мен сіздерге жауап беруге дайынмын. Немесе экранда көрсетілген менің электронды поштама жіберсеңіздер болады. Ертеңгі күнге дейін мен сіздерге міндетті түрде келіп түскен сұрақтарыңызға жауап қайыратын боламын. Вебинар бойынша сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде чатқа жолдаңыздар. Сұрақтарыңызды сіздерден күтемін. Құрметті қатысушылар, сұрақтарыңызды жолдаңыздар. Техникалық ақауларға байланысты жібере алмай жатсаңыздар, осы экранда көрсетілген электронды поштаға жіберіңіздер сұрақтарыңызды. Жіберсеңіздер болады. Құрметті қатысушылар, осымен біздің кезекті вебинарымыз соңына да жетті. Сұрақтарыңыз болса, кейінде жауап беремін. Келесі вебинарда жолыққанша аман саулықта болайық. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі вебинар сіздерге қажетті болды деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Қош, сау болыңыздар.